Баршаларыңызға сәлем. Бүгін мен Салтанаттың стилі атты подкастымды сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Себебі бұл менің ең бірінші, ең жаңа подкастым. Және де кішкене толқу сезімдері болып тұр. Қосылмаған ба не? Толқу сезімдері болып тұр. Сондықтан да мені қолдауларыңызды сұраймын. Және де бірінші подкастым болған соң перфекционист болмай қояйын. Кішкене де бір қателер кетіп жатса, это не значит, что менде өсу болмайды, даму болмайды деген сөз емес. Бастағаныма өзіме өте ризамын. Давайте бүгін сюцай ғылымы жайлы айтқым келеді. Өзімнің не түйгенімді, қандай көзқараста екенімді айтқым келеді. Негізінен сюцай Қытай тілінен аударғанда студент, оқушы деген мағынаны береді. Көбінесе қазақтардың арасындағы ой сюцай ғылымына байланысты. Ол ешқандай ғылым емес, ғылым ретінде әлі дамыған да жоқ, оның ешқандай зерттелмеген, еш нәрсеге сенбей, просто так шыға салған нәрсе деп есептейді екен. Бірақ мен уже қолдана келе біраз адамда сәйкес келетінін уже байқадым. Сондықтан да мен айтатын едім, кез келген жаңа нәрсені үйренген кезде оған фанат болудың қажеті жоқ. Только өзіңе керегін аласың, пайдаланасың, өзіңе пайдасын көресің, керек емесін ысырып тастайсың. Бұл жерде үйрен де жирен деген принципті ұстану керек деп ойлаймын. Бұл қалай көмектеседі? Сюцай ғылымы, мысалы, адамдарды тануға көмектеседі. Мысалы үшін, делік, балаңа келін түсірейін деп жатсың, немесе өзің тұрмысқа шығайын деп жатсың. Ана адамның, енді келе жатқан адамның туылған күніне байланысты, ол адамның сырттай, не только 100% емес, негізгі қабілеттерін, негізгі қасиеттерін артта отырып, алыста отырып ақ біліп отыруға болады. Сонымен қатар, адамдардың плюстары мен минустарын алдын ала біліп отырасың. И соған байланысты ол адам маған керек па, керек емес па, деген сияқты. Ол адам маған пайдасын тигізе алады ма, или мен одан бір нәрсе үйрене аламын ба деген сияқты. Сол адаммен дос болуыңа болады, келінді өзіңе тура келе ме. Мысалы, сюцай ғылымында әртүрлі сандар ғой, 1-ден 9-ға дейінгі сандар, сол арқылы анықталады. Мысалы, бір сандарға бір сандар кері. Бір сан потенциалын жояды, эмоциясын түсіреді, в общем, көзін жоюға келген деп айтады ғой. В общем, бір-біріне кереғар сандар. Мысалы үшін, алтылықтар комфортты жақсы көреді, ал 8-діктер еңбекқор, еңбексіз өмір сүре алмайды. Трудоголиктер. Сол трудоголиктер, мына алтылықтарды, давайте жұмыс жаса, сен неғып жата бересің? Жұмыс жасау керек, барлық адам жұмыс жасау керек деп, оны жерден алып жерге салады дейік па? Оны жайына қоймайды, сөйтіп мына алтылық қиналады. Значит, алтылық пен 8-дік бірге отбасы болуға болмайды деген сөз. Әйел алтылық болса, күйеуі 8-дік болса, жұмыс жаса, ерте тұр деген сияқты бір-бірімен сөзге келіп қалады. Скорее всего, олар ажырасып кетуі де мүмкін деген сөз. Сонымен қатар, ал егер сіз компанияның бастығы болсаңыз, соған сотрудник іздейсіз, немесе бір адамдармен келісім шарт жасасу керексіз, соған байланысты ары қарай алып кете аламын ба? Мысалы, компанияның әртүрлі жұмыстары болады ғой. Біреуі секретар болады, біреуі просто так жұмыс жасайды, біреуі сіздің қасыңызда оң қол деген сияқты, сенім артуға бола ма, оның минустары, плюстары қандай, мына секретарға қандай адамды алу керек,
ол қағаздармен жақсы жұмыс жасайтын, жауапкершілігі мықты, иә, бір орнына тұрмай жұмыс жасайтын, отношениеге тез түсетін адам секретарға жақсы деген сияқты. Өзіңіздің қол астыңызға қандай жұмысшыларды алуды да сол арқылы таңдап, өзіңізге керектісін керек жайға қойып, солай реттестіруге де болады. Ең алдымен, оны айтпай қояқшы, ең алдымен отбасыдағы мүшелер болады ғой, мысалы әкең, мамаң, анашың. И бір отбасыда 5 бала болуы мүмкін. 5 баланың мінезі 5 түрлі, иә? Біреуі управлять еткенді жақсы көреді, біреуі комфортты жақсы көреді, біреуі отношениеге жақсы түседі, біреуі көп сөйлейді. Оның минустары да әртүрлі, плюстары да әртүрлі, иә? Солармен тіл табысу. Мысалы, сен ата-ана болсаңыз, балаларыңыздың алдағы қандай профессияны алып кете алады, қандай оның қабілеттері бар, басқа адамдардан ерекше, соны білуге де өте пайдасын тигізеді. Мысалы, адамдар, жас балалар мектеп бітіре салып, мамандық таңдауға өте қиналады, себебі олар мектепте әртүрлі нәрсені пощупать етіп көрген жоқ. Ол мамандық таңдау үшін адам әр нәрсені бір көру керек, бір дәм татып көру керек. Аспаздықтан, тігіншіліктен, мұғалімдіктен, спорт, тренерліктен, аудармашылықтан деген сияқты. Сол кезде өзіне қайсысы жанына жақын, сол кезде ғана таңдай алады. Ал сюцай ғылымы арқылы ол шведский стол болмай-ақ білуге болады, иә? Жанына не нәрсе жақын, қай сала арқылы реализовать ете алады өзін, иә? Минустары мен плюстары қандай деген сияқты. Енді кішкене тоқталып өттім сюцай ғылымы жайлы, қалай көмектесетінін. Енді бұл негізінен сандар арқылы айтады ғой. Яғни, осы туылған күннің, именно туылған күні байланысты. Мысалы, мен 24-не туылғанмын. 2 мен 4-ті қосамыз 6 болады, иә? Мен 6-лықпын деген сөз. Бұл сана деп аталады. Только туған күн арқылы есептелінетін сан, бұл сана. Число сознания деп айтылады орысшада. Ал егер 10 октябрь делік, 10, 1 және 0. 1 мен 0-ді қосасыз, 1 болады. Ал егер 19 число болса, 1 мен 9-ды қосамыз, 10 болады. 1 мен тағы да 0-ды қосамыз, 1 болады. Бірлік деген сөз. Ал тағы да қандай бар? 31 желтоқсан болса, 3 пен 1-ді қосамыз, 4 болады, иә? Қашанға дейін бір ғана сан қалады, соған дейін қоса береміз. Ендігі бұл сана 6-лық дедім. 6-лықты жаңа кішкене айтып өттім. Комфортты жақсы көреді. Дене еңбегін слишком өзін қинап жасау дұрыс емес ол кісілерге. Себебі Құдай оларды сүйеді деп айтады. Олар арғы дүниеде осы өмірге келмей жатып бір күшті істер істеген, сондықтан да оларды бұл өмірге демалу үшін, рахаттану үшін жіберді деп айтады. Бұл тек қана плюстағы адамдарға. А минусқа кіріп кетсе, уже барлық адам минусқа түсіп кетсе, жағдайы жақсы болмайды. Плюста осылай комфортты өмір сүру, жағдайын жасау. Құдай айтады екен, бұл 6-лықтар ұйықтап жатса да, бұл 6-лықтар үшін Құдай жұмыс жасайды деп. Жақсы көретін сондықтан да. И бұл 6-лықтарға бриллиант тағуды кеңес береді, себебі бриллиант арқылы олардың энергиясы одан да жоғары көтеріледі деп айтады.
Ал саннан кейінгі екіншісі ол миссия деп аталады. Миссияны қалай анықтаймыз? Туылған күн, ай, жылдың барлығын үшеуін де қосып шығамыз. Мысалы, менікі 24, оны 2000 жылға. 24-ті қосамыз, 6, 10 ай, 6-ға 1, 7, 7-ге 2000, только 2 ғана сан бар, 0-дер қосылмайды, ja? Мына жерде 7, 7-ге 2, 9. Значит, менің миссиям 9 деген сөз. 9 сан шықты. Менің миссиям 9. Ал үшіншісі ол матрица. Матрица деген осы туылған күн, ай, жылдағы сандарды қояды. Значит, менде 24. 10, 2000. 2-ден 2. 4-тен 1 и 1 санынан 1. Мұнда екіліктен 2. 2 санына байланысты. Ол отношениеге өте жақсы. 2 саны. Отношенияны барлық уақытта сақтап қалғанды қалайды. Ал кей кезде ол шешім қабылдауға қиындық туады ода. Шешім қабылдауға қиын ол кісілерге. Ал 4 ол мақсат қойғыш, мақсатына жеткіш. Бір мақсатына жетті ме, екіншісіне уже одан бастайды. Идеясы өте көп, идеясын іске асырам деп басы шаршап кетеді. Сол үшін оған не жасау керек? Делегировать ету керек жұмыстарды. И олардың басы аспанда деп айтылады. Денесі осы жерде, ал басы аспанда. Сондықтан да басына бір инопланетян сияқты, өзге ғаламшардан енген адамдар сияқты ерекше идеялар келеді. 2-ні айттым, 4-ті айттым, 2-ні айттым. И 1 ол проявлять еткенді жақсы көретін адамдар. Менде 1 сан бар, матрицамда 1 бар. Управлять еткенді қалайды, Енді 100% емес, менде 1 ғана управлять еткенді жақсы көреді. Барлығы эгосы басымырақ болады. Вот, осында менің матрицамдағы сандар осы. Сіздерге өздеріңіздің туылған күн айларыңызды астына жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта әрбір санға тоқталатын боламыз. Бүгінгі подкаст ұнады деген ойдамын. Мен өзіме де жаман болған жоқ деп ойлаймын. Өзімді қуаныш сезініп тұрмын, себебі қазір сағат 3, балаларымды ата-анам, ата-енем, күйеуім ұйықтап жатқан кезде мен ұйықтай алмадым. Осы идея маған ұйқы берген жоқ, шынымды айтсам, сонымен тұрып кеттім да. Осы подкастты түсіріп отырмын, сондықтан да даусым жай шыға отырғаны, сондықтан да. Сол үшін мені бағалап лайк басып и каналыма жазылып кеткендеріңізді қалаймын. Алдағы уақытта тағы да видеолар болады. Менің қолда лайк сұраймын. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Oh my god, өшсейші. Oh my god.